Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен ерекше торт Whoopie Pie'ді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, какао, разрыхитель, май, жұмыртқа, сахар, сүт қажет болады. Алдымен жұмыртқамыз бен сахарымызды жақсылап араластырып аламыз. Үстіне майымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Артынша сүтімізді құйып араластырамыз. Ұнымызды, какаомызды, разрыхителімізді араластырып, оны да тестамызға қосамыз. Тестамыздың сұйықтығы осындай болу керек. Бізге осындай пергамент қағаздар керек болады. Өзіңізге қажет диаметрді сызып аласыз. Тестамызды 3 қасықтан бөліп саламыз. Тестамызды осылай домалақ етіп жайып аламыз. Духовкада 10-15 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің корждарымыз дайын болды. Корждарымыздың артық жерін осылай кольцомен кесіп алып тастаймыз. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Алдымен сливочный сыр мен шекерімізді араластырып аламыз. Үстіне сливкімізді қосамыз. 33%-дан төмен болмау керек. Креміміз дайын болды. Енді корждарымызды жинаймыз. Корждарымыз жинап болған соң ганашын дайындаймыз. Ол үшін бізге Қазақстан шоколадқа 100 мл сливкімізді араластырып, жай отта ерітіп аламыз. Осымен біздің тортымыз дайын. Оформлениесін өз қалауыңызша жасасаңыз болады. Видео ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыз.